Сәлем достар, Миран асханасына қош келдіңіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, астына қоңыраушаны басып тіркеліп алыңыздар. Біз бүгін осындай тропикалық смузи жасаймыз. Мен керекті заттарды және оның мөлшерін астында описанияға жазып өтемін. Мен өзіме керекті фруктыларды осылайынан сыртын аршып, жуып, жақсылап өстіп ұсақтап турап алдым. Енді осылай блендерімізға жаңағы фруктыларымыздың барлығын саламыз. Және оның үстіне сүт немесе айран әркімнің өз қалауынша салады. Фруктыларды әркім өз қалауынша салса болады. Міндетті емес мен көрсеткенімдей салу. Міне біз енді блендерімізді жоғары жылдамдықта 2-3 минутқа айналдыруға қойдық. Біздің фруктыларымыз жақсылап өстіп езіледі. Енді оны міне бізде әдемі және керемет смузи шықты, көріп алыңыздар. Енді осыны қырлы стақанға құйып ұсынсаңыздар болады. Смузиіміздің дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл смузидің адам денсаулығына өте пайдалы. Бұнда әртүрлі фруктылар болғандықтан және де айранда, сүтте кальций болғандықтан адамның ағзасына өте пайдалы. Астарыңыз дәмді болсын.